Hazır ortaga çıkатын Bauırcan Şermedinұлы ауылдан қаттайтын bir тамаша өлеңмен Алтырашқа лезде мәлім болып еді. Карантин кезінде бір жақсы поэма жазып, талантымен тәнті етті. Бауыржан Шермединұлы, Батыс Қазақстан облысы. Бауыржанмен айтысатын ақын Қарағанды облысынан келіп тұр. Сал, сері, аңшы, молла, тілеген, әділіп деген жүйрік ақын. Айтыспенен бәйгенің заматында, қалатында болады шабатында. Ақ жайықтан әкелген Астанаға, ақ сәлемім ұқсайды Алатуға. Ассалаумағалейкум халқым менің, халық ана сияқты әр ақынға. Бұл күнде аузы бардың бір айғайшы, сен менің жүрегімді қанатыңда. Ең әуелі ақыл керек, асаулық керек, сосын сәл ақынға. Ақылда, асаулықта бар сияқты, тілеген әділіптей тау ақында. Қарағандының ақындарын білемін ғой, барлығы бөлек әлем даратуға. Салтанатпен ешкімде жете алмайды, аман жолдай серәрі сал ақынға. Төлеген Жамановтай жақсаған бар, арқаның серілері санатында. Ол ағалар ел жақта жайлау ұстап, жылқы бағып тұқымын таратуда. Өміржан ағамызда жылқы айдап жүр, Сарыарқаның Сапиян қабатында. Аға сенде емессің қара жаяу, жүрген жансың қазанат қанатында. Қармыстан қоныс алып ден қойыпсың, жылқы баптап сәйгүлік жаратуға. Менің түсінбегенім мынау болды, сұрақты болар кімге қаратуға. Қарағандыда ақынның бәрі бай ма, жоқ әлде байларының бәрі ақын бай? Ағама сәлем берейін, мұсылманшылық бір ретпен. Сәлемді алу парыздан, сәлемді беру сүннеттен. Ассалаумағалейкум, өзіңменен бізге де айтсатын күн жеткен. Сен бетпақтың құмысың, мен жайықтың суымын. Не де болса көрейін, не құмға сіңіп су кеткен, не су қағып құм кеткен. Бүгінде менің жаныма бір тілеген емес ау, үш тілеген бір жеткен. Біреуі ақын тілеген, өлеңі ұқсас суретпен. Біреуі аңшы тілеген, қақпан арқалап күн кеткен, мылтық асынып түн кеткен. Біреуі атбегі тілеген, жүйрік шығарған жүрдектен. Қайсысы болып келдіңіз, ашып айтып осыны, құтылып отыр міндеттен. Ақын болып келсеңіз, өлеңіңнің есігін іліп тастаймын ілмекпен. Атбегі болып келсеңіз, мен басы қатты тұлпарымын, тұяғынан жел гулеткен. Құрығыңды сындырып кетермін сені сүйрепмен. Аңшы болсаң қайтейін, атып шығатын бір беттен. Мылтығыңнан да қорықпан, пушкасына орыстың қылышпен қарсы шабатын сырматамды білмеппен. Неге де болса дайынмын, қол жетпегенге ой жеткен, көз жетпегенге тіл жеткен. Айтпақшы сен әйгілі асабасың ғой, бір күнде екі көйлекті кірлеткен. Шатастырып жүрмеші айтсымды тойдырмекпен. Шайқасамын деп келгенде, айқасамын деп келгенде, төрт жол тақпақ шығарып, сөз беріп жүрме құрметпен. Жерге көмім, желкенін жібек жырдың желге керем. Бауырын қар өткелдің дүбірлетіп, сауырын сандал көктің терге көмем. Құндақта құн
ұсынайын бесігіңді жатсегер тербеп өлең. Ай бетіне жазайын ақ өлеңді, Алла маған ырзық қып берген өлең. Күннің бетін көрейін көлегейлеп, қанатын керегедей керген өлең. Тілімнің күші жетсе бұлт көктейін, жүректерге құйылса селдеп өлең. Аятындай Құранның ыстық маған, жайотындай жарқылда менде өлең. Пенде менен періште арасында менде өлең, дәнекер желге бөлең. Абайдың кесесінен ұжалаған мендік жыр, мендік жүрек шерге бөлең. Шегініп сақынада қалма бүгін, емініп жүрегімді емген өлең. Ассалаумағалейкум, сәлем бердім, ықылас оттан ыстық елге деген. Мені де ұждырға бір жарытсы, анамның ақ сүтімен енген өлең. Ей тыңдарманның сүйегін сырқыратшы, әкемнің ханыменен келген өлең. Ей сөйлесе сөзге ептедің, кеудеңнен ұшсын кептерің. Ей сырым батырдың ұрпағы, бет қаратпас бет дедің. Сүмбіленің бұлтындай төбеңнен сөзді мен төксем, күз болат қазір көктемің. Ұлабайдың тойында белгілі болды төккенің. Келесап жылқыны айттыңыз, білінді бауке өктемің. Бар шаруаң сонда осыма, сырымнан қалған тектерім. Арғындардың жылқысын түгендейін деп бедің, санағалуға кеп бедің. Ей бауыржан бауырым, ішіндегі тәуірім. Жыр додаға қош келдің, баянды болсын сауығың. Сауытс қамшымды басайын, сөгілсін бүгін сауырың. Қарағандының бәрі байма деп сұрақтың қойдың ауырын. Оғанда жауап берейін, тыңдасын алаш қауымым. Жаңаға айтқан ақындардың бәрі бар, бауке бәрі бай, алтынға басқан бауырын. Дәлелмен сөйлеп көрейін, ашпаяқ құмалақ жауырын. Мақтайтын жер іздей бір, құйындатып кетейін қар өлеңнің дауылын. Алаш деп тілі сайраған, аман жол деген сайладам. Жет атасынан бер қалай жылқы үзіліп көрмеген, қазаны отта қайнаған. Дастарханның үстіне сиырдың етін қоймаған, еңбектеген баласы алтынменен ойнаған. Ұлдары тұрмақ білілдің, құлдарының өздері қазы қарта шайнаған. Аралбай кешегі Аралбай ата бабасы, арқаға симай жылқысы түменді барып жайлаған. Бір түйір бұйра шақшаға бір үйір жылқы беретін Еспай Сақи бабасы уәдесінен таймаған. Осындай атаның баласы кедей болама, айтшы енді неге ойланбайсың ей балам? Құдайы келген қонаққа қоз емес құлын соятын Атымтай жомарт еді ғой аман жол деген жайладан. Ей не дейін бауке не дейін, түбіне жырдың жетейін. Сүйінбай әкең айтпақшы, басыңнан қарғып өтейін. Аман ағамды тастайсап төлегенге кетейін. Қайтпаған елден еселі, дәулеті болған беселі. Жаңаға төлегеннің де атасы күмістен ұстап, кесені алтыннан қылған төсегі. Салтанатты жайме салтанатты жайме байларың бай болған десет кешегі. Майкоп байды естіп пен, шаруа жасаған көшелі. Қазанына қаз қонып, сабасынан бұлардың үйрек ұшқан деседі. Бұл тарихтың дәлелі, ел сөз емес елдің өсегі. Осылар кедей боламы ойлашы, ей жайықтан келген шешені. Ағаңның тыңда айқайын, басыңды сенің шайқайын. Төлегенді тастайса өмір жанды айтайын. Әлінің шұбары деген бай болған, Өміржанның бабасы, таман шыққан дарасы, аймаңдай жүйрігіне алтыннан салған тағасы. Қарағашқа сыймаған жылқысының қарасы, Ақтүбекке сыймаған жылқысының аласы. 90 торала биесі түске дейін құлындап, шуға толып кеткен деседі, Сарысудың жағасы, Құдайменденің сағасы. Кедей боп турамы айтшынды, осындай атаның баласы, осыны неге түсінбейді, Бауыржанның бар ма санасы? Ей, төк бөлегім келеді, төк бөлегім, Сарыарқаның жырғылдым бет бедерін. Ал өзім жылқыстасам айып бекен демеймін, шариғатқа шек келемін.
Әрғатам Құнанбайдан қалған дәулет, халықтың ықыласымен көктегенім. Әр аңшы, әрі ақын атбегі деп ағаңның көтердің ау көп беделін. Бала соққан пышақтың басы жарық демеймін саған бүгін өкпеледім. Құрығыңа қарамас асаумын деп, мен сенің айтқаныңа дөп келемін. Сен секілді шуасауды жайдақ мініп, тепкілеп қос өкпеге кеткен едім. Ал атбегілікті айтсаңыз қуанамын, демеймін бұл сөзіңе кектенемін. Ат сейістік мәдиден қалған өнер, ұмытпа бабалардан теккелерін. Аңшылық шәкәрім мен абайда бар, бабалардың жолымен бек келемін. Ей, қасқырды өлтіргенім ештім емес, дәстүрді өлтірмейін деп келемін. Ей, тергетті қос құлақтан сауырдан да, тергетті шаша бойлап бауырдан да. Ұстазыңыз Бауыржан Қалиолла қарсы тұрат бұрандар дауылдарға. Сенің датың Бауыржан Қалиолла, ұқсайсың өзіңде бір тәуір жанға. Өз сұрағыңды өзіңе қайта қойдым, сүйретейін Бауыржандай бауырдалға. Ей, Оралда адамдардың бәрі ақын ба, ақындардың барлығы Бауыржан ба? Ағатың ғой, ағатыңмен шабысың ағатың ғой. Алаштың ақпат өкпе ақын едің, сенікі шашу төгу борату ғой. Өзімнің сұрағымды қайта қойдың, өз найзамды өзіме қарату ғой. Бауыржандарды түгендеп отырмайын, барлық биігінде даратыр ғой. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы деген абай негізі нарақын ғой. Ей, ағасы Бауыржанның бәрі қазақ, білесің қазақтардың бәрі ақын ғой. Ағамыз мініп алып тарланына, адамды жолатпайды жан-жағына. Не істеді малы бар ақындардың бәріне бір-бір шумақ арнады ма? Абайда адам бол мал тап деген, береке берсін Алла мал жаныңа. Бай болсаңыз еліңе пайдаң тейсін, Әйтекенің сөзінде бармағына. Дінде де садақаның ең абзалы, қарайласу жұртыңа шаңырағына. Мақтанып отырсын ғой мен баймын деп, мәселе шығарайын алдарыңа. Ей, Рахымжанның құдығы жатқан анау, бардың ба қызыл деген тау жағына. Байларын Қасымымның көзі болған, сол құдықты тазалап алмады ма? Қаласы ауыл болып кеткелі тұр, назар сал Қарқаралы ауданына. Себебі жас мамандар бармайды екен, пана таба алмағасын жандарына. Қарқаралыға барған жас мамандарға байлар бір-бір баспана салмады ма? Ол жақта Құнанбайдың мешіті бар, Құнекең ұмытпаған Алланы да. Қалиолланың көгіі сол жақтағы, абайдай тұрақ болған ардағыма. Тарихи қалаң ауыл болып қалса, тимейме ау ағалар жандарыңа. Мақтандың аталарым Өтебай деп, не дейін тілегендей саңлағына. Өзің айтқан Аралбай деген батыр, ажал болып барыпты қалмағыңа. Сауын бие үй-жаймен ат беріпті оңтүстік жақтан барған бауырларына. Өзің айтқан атақты Ақпанбай еш малының жете алмаған санжағына. Ол байың жорық жүріп шақит болған, елі бейт қойыпты бармағына. Өзің айтқан Майкөкбай миллиардер, жете алмай кетіпті арманына. Мерседестің зауытын салмақ болған ол байың Қазақстан аумағына. Ей, бүгінгі байлар қалған сол байлардан арқаның сақилығын жалғады ма? Ей, сендерге әлде атадан мұра болып, малдан басқа ештеңе қалмады ма? Батыр халық ерел екен, ерлігі тарихтағы ерен екен. Батырлық бұлай тұрсын білімнен де, батыс биік десемен сенем екен. Хан Ордадан бастайын сөздің басын, кешегі хан Жаңғырдың кезең екен. Ордадағы Айтілеу деген жанның Айжарық деген ұлы кемел екен. Жасынан татар молдадан сауат ашып, тілі оның Калимаға келеді екен. Әлі де
де білім ғылым үйренем деп жүрегін талап оның тебеді екен. Ей, түрік татар шағатай Европаша, тіл білген қанның өзі кемел екен. Ей, баласы Ескендір мен Айжарықты Жәңгір хан медресеге береді екен. Ей, істерлі тамақ деген медресенің екеуі қабырғасын көреді екен. Жәңгір хан содан кейін Айжарыққа Бұқарға барып оқы деген екен. Айжарық сол кеткеннен білімшілеп 15 жыл үзбей сапар шегеді екен. Еліне ғалым болып оралыпты, хан ордаға Жәңгірге келеді екен. Ей, келгенде Қанбақиға аттаныпты, өлімі Жәңгір ханның неден екен. Ауыпты сосын арқа даласына, әрі қарай Баянтаудың саласына, атаныпты Қазірет Қамараддин, айналып діннің алып данасына, ұлы мәшһүр Жүсіпке ұстаз болып сана құйған деседі санасына. Қазірет Ақмола мен Омбайын алып барған екен Семейдің қаласына. Ей, сол жақта шариғаттан сабақ берген Құнанбайдың Абайдай баласына. Ей, тарихта ешбір күмән келтірмейді мен айтқан әңгіменің шамасына. Қамариден Қазіретке сәлем айт деп Абай жазған бір халықтың арасына. Айттым мен дәл осындай жан туралы, Қазіретті білмейді халқым әлі. Айжарық яғни Қазірет Қамариддин Абай үшін биікте дәл тұрады. Ұлы ақынның жүрегі Айжарықтай ұстаздың нұрыменен шарпылады. Абай деген адами ұлылықтың тамыры батыс жақтан тартылады. Ей, сол айдың жарығымен Қайран Абай шығыстың жұлдызы боп жарқырады. Хан сонарда тілеген шығаданға, тастан түлкі табылар аңдығанға. Шәкәрімде Абайда аңшы дедің, қызығын бабалардың заңды жалға. Ей, шынымен саят құрып жүрсің бәлде, мәз болып жүрсің бәлде қаңғығанға. Сен едің дала кезген еркін жырау, сал серідей жарасқан көркің мынау. Ұзаққа кетесің ғой бір толғасаң, аңшылық жайлы тіпті желпіндің ау. Шамамен соғып Қайран ағам әңгіменің желісін келтірдің ау. Ойбай мен қасқырды да өлтірдім деп мақтанып сөз басында серпілдің ау. Ей, мылтық ұстап жүргенің жүрген шығар, аңшыда емес шығар бәлкім мынау. Ей, мылтықтың аузымен емес көбін, өзіңнің аузыңмен өлтірдің ау. Сендегі осы талған басқа, болмайды маған денді толған басқа. Өзің малды айт деген соң айттым ғой, неге тая бересің жолдан қасқа. Бабалар не қалдырған, мен айтайын не қалдырды дейсің бе малдан басқа. Менің де алқам салқам аңғал тұлған бар еді, не бір ұлы заңғар тұлған. Қарағылды қақ жарған қазыбектер Қарашаның алдына қандалдырған. Адамдық адалдықтың бар бергісі Серақанмен бір жандай сал қалдырған. Тәттімбет қыздарбектер күй қалдырса, Шашубай тайжандарым ән қалдырған. Әлихан Алаш үшін ажал құшса, Әлімхан Ленинді таң қалдырған. Гуреевті Ресейден алып қалған, шекараны сызғанда заң қалдырған. Саған не керек енді бұдан асқан, артына құламайтын тал қалдырған. Әлкей Марғұлан Қаныштай ғалымдарың ұрпаққа таусылмайтын нан қалдырған. Тәшеніп алты облысты алып қалған, аспан көз шегір көзге арман қылған. Ей, бауыржан міне менің бабаларым, артына мал қалдырмай ар қалдырған. Сені осы дара дедің, сен де мені ардақтап аға дедің. Аңшыда емес шығарсың деп реті келсе мені сабар едің. Мылтықпен емес аузыңмен өлтірдің деп мені де тіліңменен шағар едің. Сенбесең менімен жүр бұғылыға, қызыққа белшеңнен бір қанар едің. Кербиенің қасын кертіп салып, торбиенің телшігін салар едім. Басыңа алтай
сайдан тымақ беріп үстіңе қасқыршық жабар едім. Қарға бұтты қаразбан астыңа сап құлдилап әрлі-берлі шабар едің. Қанға тоймас қара тіл қаншен келді қолыңа құс қондырып алар едің. Садақ бел сартазымды соң етіп сағымда сары бел боп ағар едің. Қайын қатты құрығымды бірге ұстап менімен бөрі бірге соғар едің. Жаңағы айтқан сөзіңді сонда қайтып алып өз кінәңді өзің кеп жабар едің. Ей жайық бер жымпиттіңді мүлдім ұтып менімен бұғылы да қалар едің. Ей көп көрмесе жабығар алтыннан жібек жалып бар. Тарланнан туған тарланым таңдайында қалып бар. Алқынбас жүйрік сен едің артында алашаң бар. Ей бауыржан деген бауырым, қос көзіне қарасам, қос көзіне қарасам, қос көзіне қарасам Батұлының табы бар. Қос көзіне қарасам Махамбеттің қаны бар. Қос қолына қарасам Құрманғазының қаны бар. Өлеңдеріне қарасам Махамбеттің ары бар. Дауысына қарасам Мұхит бабасының әні бар. Ғарифолланың сәні бар. Батыр шалыс ақынның басында бармақ бағы бар. Бауыржанның бойында қасиеттің бәрі бар. Барыңды салда қарышта жыр айтарсың жаны бар. Кетіліңді кел желге таратып құба бір белде құлдилы артыңда қалсын жабылар. Ей бауыржан батырым, батырым әрі жақыным, праймеризге түсіп өткенде құтты болсын ақыным. Артық дауыс жинапсың құтты болсын ақыным. Екінші кезеңнен де өтіп кет қуана бер бауыржан ұл тапқандай қатының. Мәслихатта мәжіліске жоғарылай бер ақырын. Егер билікке қолың жетсе бұл менің айтар ақылым. Мансаппен малға мастанып қозғалып кетпесін шатырың, қағынып кетпесін жатырың. Барсап жеймін деп ысталып ауып түспей атыңнан босап қалмасын тақымың. Бағың жарып депутат болып кетсең жұрттың жоғын айтарсың, болса егер жетсегер оған батылың. Депутат беп мынауын қиялдап отыр ғой сахнада Бауыржан деген пақырың. Ей жерге түс бауыржан жерге түс, сен әзірге ақынсың, кеудеңнен түссін нақылың, таңдайдан түссін тақылың. Ей домбыраңды алда сайренді, көмейден түссін лағылың, көкіректен шықсын лапылың. Ей тілеген ағам терең толғап отыр, толғаған сайын алдын орлап отыр. Ол рас праймеризге қатысқанмын, билікпенен халыққа ол да көпір. Ей жүгеңде барған еді праймеризге, аман сау міне келіп соннан отыр. Ей саясат бағаңызды бере алмапты, көңілімді сондай бұл торлап отыр. Мен сайттан қарадым Ермановқа, тек 300 адам дауыс жолдап отыр. Ей негізі 300 адам емес, сізді 300 түгел толық қолдап отыр. Ер жігіт қайдан ішпес қонағасы, жігіттің тақиясы томағасы. Ер үшін елден биік тұғыр бар ма? Ер үшін елден биік тұғыр бар ма? Біледі ғой ерменен соналашы, Уашеке ел ішінде жүре берші, саясатты қайтесің жоламашы. Халықтың мұң-мұқтажын арқалаған айтыста парламенттің жобаласы. Ей ақындар даламыздың депутаты, өзіңсің парламенттің төрағасы. Ей жырлаған барлық ақын одағылып, ел ордасың елі бақ қонағы құд. Нұрсұлтан айқайлаған ажарыңмен Нью-Йоркті кетесің ора біліп. Кескінін бұзып керім астанамның пантеон салып жатыр жоба қылып. Қазақтың қаласына не көрінді, кәрістер кәбірлердің моласын мода қылып. Елорда елбасым Астана деп осы жерді таңдады 9 жолдың торабы қып. Есілдің жағасына ел қондырды, халық келді жан-жақтан көп ағылып. Жаңаға да жаңа өмір деп ырым қылдық, сол үміт болғаныма шолақ үміт. Сол үмітті жерлеген пантеонның құрылысы тастаса ғой доғарылып. Ақмоланы Астана қылып едік, ол
абайға қалайша болармын? Биліктегі көкелер астанамды қайтадан жібермеңдер мола қылып. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап барғалан, абай айтқан нақыл ғой, інілер кірпіш болғанда ағалар деген шатыр ғой. Ал осыменен тоқтайық, ақындыққа келгенде бөгелмейтін сәтім ғой, інілікке келгенде төмен дейтін сәтім ғой. Жеті баланың әкесі тілеген ағам батыр ғой. Тұңғышыңның есімін Мұхтар деп аға қойыпсың, мынау мықты ақыл ғой. Келесі көрінер балаңның Ибрахим деп атын ғой. Мұхтар өзіңнен аумаған сен сияқты ақын ғой. Ол елдің болсын Мұхтары, еріне ел жақын ғой. Абай қайта тумас деп айтып жүр кейбір ақыл ғой. Құтты құрсағың тұрғанда қазақ абайды тумаса, ол деген заман ақыр ғой. Адаға осымен тоқтайық, абай қайта туарау, Мұхтар тумай жатыр ғой. Кеудем қобыз күй бар ма, тартылмаған, тілім от кезің бар ма, шарпылмаған. Кешегі Құнанбайдай аға сұлтан қайыңердің қасында алтындаған. Бізге де бір құнекең қажет боп тұр, алқаға салсаң қашып алтын алқынбаған. Құнанбай қасқа бұлақ, абай теңіз, бұлақ құйса теңізім тартылмаған. Хакімнің тереңіне сүңгу керек, ол бір мұхит еді ғой. Хакімнің тереңіне, хакімнің сөзі теңіз, ойы мұхит, түбінде маржаны бар жарқылдаған. Абайдың тереңіне сүңгу керек, ол бір мұхит еді ғой, сарқылмаған. Әр қазақ сол тереңнен маржан алса, бауыр бүтін болар еді халқымдаман. Абайдың биігіне самғамасақ, не керек жапалақтай жалпылдаған. Абайдың биігіне ұмтылмасаң, қарға қоғам қырт қылат қарқылдаған. Абайдана еді ғой, жағашпаймыз, абайдара дейміз ғой, санаспаймыз. Өркениеттің көшінен қалмау үшін абайдың бесбақанмен санаспаймыз. Ел бағу, ғылым бағу, мал бағу ет, бір жағына, бер жағынан қайтамыз, әраспаймыз. Ал енді екеуі дін бағу, бала бағу, бұл жағына келгенде қараспаймыз. Жұтқан суың, ішкен су, жұтқан ауаң абай болса, бойдағы жамандықты аластаймыз. Абайды тойламау керек, бұл қазақ абайша ойлау керек, растаймыз. Хакім абай қазаққа темір қазық, шындық қой болашаққа балашпаймыз. Қазықты бетке алып жолға шықсақ, ағайын сонда біздер адаспаймыз. Жарқ етпес қайран көңіл не қылса да, аспанда айменен бұл шағылса, айменен күн шағылса да. Желкеме тістің ізін тигізбеймін, жайықтың жетағыны жабылса да. Бірақ сенің орының мүлде бөлек, айтыста қамалыңыз алынса да. Ал бауыр сен досымен аман боп тұр, ақындар сахынаны сағынса да. Тәңірдің бұйыртқаны болады ғой, аузыңнан алтын күміс ағылса да. Қарсыласым дұрыс болмады деп жүрмеңіз, барым осы өкпеңіз қабынса да. Айтыста сенен мықты қарсылас жоқ, барлығы уақытқа бағынса да. Айтыста сенен асқан жүк жоқ маған, саған жүк менен артық табылса да. Бауыржан айбарлыным, айбаттыным, қолбастардың біредің байрақтының. Елдің жүгін артатын кезің келді, арттағып бота күнің, тайлақ күнің. Сахынаның соңғыла саңылағы бол, жайнап көзің жүрсінші сайрап тілің. Ағалық тілегімді, ниетімде, сөзің сүйік болмасын жайдақ тілің. Көпшілікке құрметің болмас егер, көк түйіндік болады сайғақ құның. Кетерде тілегімде батам досы, қажырлының бір бол, қайраттының. Алаштың алтын айдар ақыны бол, ақыны боп қалма тек байбақтының. Ғажап қой мынау. Рахмет ақындар. Тілеген Әділов, Бауыржан Шермединұлы. Құрметті көрермендер,
Абай тағылымы тәуелсіздік тірегі деп аталған жылдың қорытындысы айтысы алтын домбыра сайысының алғашқы кезегі осымен аяқталды. Осы 20 ақынның ішінен Асаналы Әшім бастаған қаздар алқасы ең жүйріктерді іріктеп екінші айналымға шығарады.